сабақ қалай бала? Жақсы. Қазақ тілде олимпиадаға барайын деп жатырмын. Хош. Молодец. Ана тілің арың бол. Ұятың боп тұр кетті. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Онда әке, Вот так. біз былай жасайық. Қазір қалаға екеуміз шығамыз. Қазір қаншама адам қазақша, қаншасы орысша сөйлейді. Ал біз болсақ, таза қазақша сөйлеуге тырысайық. Ал егер сіз ұтылсаңыз, маған соңғышқа телефон алып бересіз. Обязательно телефона беру керек пе? Әке, бұл ойын ғой. Обязательно емес, міндетті түрде. Ұтылдың. Орысша араластырып қой. Жоқ, әке, мен сізге түсіндірдім ғой. Болмайды ғой. Мен ұтылсам телефона берем. А сен ұтылсаң не әпересің маған? Мен ұтылсам, сіз не қалайсыз соны істеймін. Болды. Спорға кеттік банда? Ха! Бір ұпай маған жетті. Спор емес, бәстесу. Ой бұл. Қабая. Болды, жарайды. Келістік. Кеттік па? Кеттік. Ал. Мүлдем араластырмаймыз. Байшаған телефонын қанша тұрады? Қымбат емес па? Не болды әке? Сонша ойында сол. Мүмкін сіз ұтатын шығарсыз. Әрине. Қазақша музыкалар жоқ па? Қазақша тыңдайық та? Заттыбекті қош. Заттыбек тыңдақ. Машина кость сломался. Кость? Я что, на доктора похож, что ли? Қалай түсіндірем, аға айтсаңыз? Эй, товарищ, он русский не знает. Машина сломалась, почини, надо помоги ему. Ай, қазақша айта беріңіз, түсінемін. Ой, сен мен бағыналар. Немене қинап тұрсың енді бұны? Ей, өзін түсіндіре алмай тұр ғой. Ал мен не деймін? Қазақшада сөйлей алмаймын ау деп ойлап қалдым. Машина жылқыды да өшіп қалды. Соны түсіндіре алмай тұрмын саған. Мақыл, қазір көрейін. Қазақшаны жібереді. Болды, түсіндім. Болды, істей аламыз. Жөндейсіздер ма? Не? Біраз жөндейтін жақсы ғой әлі, Солай болып тұрған. онда біз автобуспен кете береміз. Болды аға, жақсы. Түсінгеніңізге рахмет. Мақыл, сау болыңыз. Қазақшаң мықты екен ей. Рахмет. Жақсы. Кетіп бұл. Көрдің ба? Орыстың өз қазақша сөйлеп тұр. Ана орысаға күшті екен, е? Мықты. Әке, жаңа жүргізушімен көлік жөндеуші ағайдың жағдайын айтып, көрдіңіз бе? Қазақ тілі қалай дамып келе жатыр? Шынымен байқадым. Жақсы. Ал сіз болсаңыз, мені ұтылып бара жатырсыз. Неге? Қазақ сөйлеп отырмын ба мен? Біріншіден, сіз жаңа көлік жөндеуші ағайға орыс тілінде сөйлеп қойдыңыз. Ал екіншіден, қоғамдық автокөлік деудің орнына сіз орысшасын айттыңыз. Мен көмектестім ғой. Ана көлік жүргізуші сөзін жеткізе алмай жатты орысқа. Мен көмектесіп жібердім. Жоқ әке, мысалы қараңыз, көлік жөндеуші ағайдың алдына адам келген кезде қандай жағдай болмасын, оның тілін табуға жете емес пе? Демек ол қазақ тілінде сөйлеу керек. Дұрыс айтасың ей негізі. Дұрыс. Алдына барғаннан кейін ол соның тілінде сөйлеп, көңілін табу керек. Жарайсың сен, ә? Дұрыс айтасың негізінде. Так стыдно. Почему ты себе позоришь? Если не умеешь говорить по-русски, то не нужно общаться с русскоязычными. Не болыпты? Ол менің тілім емес. Орыс тілінде қате сөйлесем, онда тұрған не бар екен? Оған бола күлмей ақ қойшы. Лучше жила в своем ауле. Сен ойланып сөйле. Бұл қазақ елі. Қайта сен қазақша сөйлей берем дейсің бе? Мен таза сөйлесем, қазақ тілінде ғана сөйлеймін. Орыс тілінде қате сөйлеу ол ұят емес. Вот именно яд. Я не хочу с тобой общаться. Как ты не понимаешь, на казахском говорить с ошибками? Это не стыдно? Қыз, сабыр. Өзі қазақ емес пе? Не айтып тұрсың сен? Ой, Аташка, мы сами разберемся. Не мешайте, а?
И воспитанная, а? Твой родной язык это казах тілі. Ты казашка. Ты живешь на Казахстане. Қазақша сөйле. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді қазақта. Ой, аты. Қарашы мына кішкентай обал. Кешіріңіздер, ол азап ашулы еді. Ой, ұялма қарындас. Неменеге ұяласың? Орыс тілі ол сенің тілің емес. Қате сөйлессең де ұялма. Сенің тілің қазақ тілі. Ана тілі қазақ тілі дейді. Сен аны қайда адамның көңілін табайын деп әрекет жасап жатырсың. Ұялма. Дұрыс айтасыз. Менің де ұстаным осы. Өзім тіл мамандығында оқимын. Ал құрбым ол пәтерлес қыз. Ол қалада туып өскен. Сондықтан оған да түсініспен қараларыңызды сұраймын. Қажет туып өссе де айналайын. Сіз айтып отырсыз осы сөздерді? Иә, не бапты? Тоқташы біз. Біз қашан жетеміз жерімізге? Қазірде аялдамалардың қазақша атаулары бар. Орысшасын күтсеңіз, көліктен түспейтін құсаймыз. Ай, қайдам, әй. Біз өтіп кеткен жоқпыз осы? Рас айтам, сенбесеңіз сұрап көрсеңізші. Қызым, Иә, сен бір аялдамасына қашан жетеміз? бұл қазір теріске деп аталады. Оның үстіне өтіп кеттіңіз. Жаңа ғана тоқтады ғой. Қалай жетем мен онда? Қазір осы аялдамадан түсіп қаласыз да артқа қарай жүресіз. Жақсы. Келесі аялдаманы тоқтап жібер онда, інім. Ой, бұл өтіп кеттік қой. Айтты ғой сізде. Руся! Рустем, ассалаумағалейкум. Саша, это ты? Я мен. Эй, друг! Как дела? Руся, сені көрмелі қанша жыл? Жаман өзгеріп кеттісің ғой? Балаң ба? Иә? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Атың кім? Досжан. Ой, жарайсың. Саша, сен ба? Я мен ғой, мен. Сен қазақшаны таптаса сөйлейтін болсын ғой? Енді Рүстем қазақ елінде, қазақ жерінде жүрген соң қазақ тілін сөйлеу керек қой. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ата-бабамыз. Әйге! Жарайсың ей, Саша? Рахмет. Саған! Үй жаққа өтсейші онда бір күні. Шай қылайық, тамақ қылайық. Әлбетте өтім. Енді сен жолдарына тоспайын. Барған соң сыр шер тартамыз, қаршы? Жақсы. Саша, қуашты міне көргеніме. Жақсы, давай. Әке, жаңағы кісі кім? Қазақша таза сөйлеткені. Мен де таң қалып тұрмын. Ол Саша. Екеуміз бар ғой, бір сыныпта 11 жыл оқығанбыз, класстасым. Енді біз орыс мектепте оқыдық қой кезде. Бірақ мына Саша бар ғой, бір ауыз қазақша білмейтін ғой. Мен таң қалып тұрмын, бұның қазақшаны таптаса сөйлегенінде бар ғой. Көрдіңіз бе? Қазақ тілі қалай дамып келе жатыр. Бұйыртса ше, барлығы қазақ тілінде сөйлейтін болады. Балам, мен саған ризамын. Шынында да сенікі дұрыс екен. Мен қоғамға мүлдем мән бермеппін бар ғой. Бұдан былай мен тек қана қазақша сөйлеймін. Көресің. Сенің кішкентай болып бар ғой. Мына қазақтың еліне, жеріне, тіліне деген махаббатың лаулап тұрғанына шексіз риза болдым. Жарайсың, балам. Керемет, әке. Енді біздің келісім шарт дегендей, сіз өзіңіз де көзіңіз жеткен шығар. Иә. Мойындау керек. Жеңілдім. Уәде. Аферем. Алақай. Жүр.